Қайырлы күн достар. Бүгін біз 8-ші сыныптың адамзат бағындырған ғарыш атты тақырыбындағы жаттығуларды орындайтын боламыз. Бірінші тапсырмада бізде мәтін берілген, яғни мәтінді түсініп оқып, мәтіннің қандай стильде жазылғанын анықтау қажет. Мәтінге зер салып қарасаңдар, оның публицистикалық стильде жазылғанын бірден аңғаруға болады, себебі бұл бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған және Алматы ақшамы газетінен алынған. Ал енді сөздердің байланысу тәсілі дегеніміз не? Жалпы сөйлемдегі сөздер бір-бірімен жалғау арқылы, шылау арқылы және сөздердің орын тәртібі арқылы, интонация арқылы байланысады. Егер сөздер бір-бірімен септік, тәуелдік, жіктік жалғаулары арқылы бір-бірімен байланысқа түсетін болса, демек ол жалғау арқылы жасалған байланыс болып саналады. Ал енді сөздер шылаулар арқылы да байланысады. Мысалы, тамақтанып алу үшін асханаға кіргем. Бұл жердегі үшін деген сөз бұл бізде шылау болып саналады. Сондықтан бұл шылау арқылы байланысқан сөз. Үшінші түрі сөздер орын тәртібі арқылы байланысады. Яғни, ақ қардың үстінде екі адам қараңдап бара жатыр. Бұл жердегі ақ қар және екі адам деген сөздер байқасаңдар ешқандай жалғаусыз, шылаусыз бір-бірімен байланысып тұр. Яғни орын тәртібі арқылы. Сол үшін орын тәртібі арқылы байланысқан сөздер болып саналады. Енді интонация арқылы байланысу дегеніміз не? Бұл дегеніміз мұнда екі сөздің орын тәртібінің болуымен бірге екеуінің арасында айтылуда дауыс ырғағы сақталып, екінші сөз сәл көтеріңкі естіледі. Үшінші тапсырманың орнында оқылым мәтініндегі бірінші азат жолынан сөздердің байланысу тәсілдерін анықтаңдар дейді. Яғни бірінші сөз ғарышкерлер тамағы. Бұл сөз жалғау арқылы жасалып тұр. Яғни ғарышкерлер деген көптік жалғау тұр. Сол үшін жалғау арқылы жасалған сөз. Енді екінші Мәскеу облысы. Мәскеу облысының бұл жерде ілік септігі тұр, иә? Сол үшін бұл да жалғау арқылы жасалған. Үшінші 165 грамм. Яғни бұл ешқандай жалғаусыз орын тәртібі арқылы байланысқан. Төртінші ауыз-ти орын тәртібі арқылы. Бесінші тәртіп бойынша, яғни шылау арқылы байланысып тұр. Технологтар мен конструкторлар бұл жерде де шылау арқылы байланысу тәсілмен жасалған екен. Келесі төмендегі мәтіннен есімді және етістікті тіркестерді теріп жазыңдар дейді. Мен сендерге 2-3 мысалын келтірдім. Соны үлгі етіп жасасаңдар болады. Мысалы, мәтіндегі ғарышкерлер тамағы бұл есімді тіркес. Себеп бізде тамағы бұл не зат есім болып тұр, тамақ деген, сол үшін есімді тіркес болады. Мәскеу облысы бұл да солай есімді тіркес. Ал ауыз-ти бұл етістікті тіркес. Ал ғарышты егерген бұл да етістікті тіркес болып саналады. Себебі егерген бұл бізде етістік болып саналады. Оқушылар, каналға лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз.